Ассалаумағалейкум, мен құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы күн. Көптің сұрағындағы бүгінгі видео былай тұр. Тауықпен қалай ақша табуға болады, тауық бизнесін бастап қалай ақша табуға болады деген. Мінекей, мыналар австралиялық породалары. Қазір барлығын жеке-жеке түсіндіретін болам. Так, светтерін жағып алайын. Так, мынау міне австралиялық породасындағы тауықтар. Бұл тауықтардың бағасы 8 мың мен 10 мыңның арасындағы тауықтар. Жасына байланысты бағасы, кейбірінде 2 жылдықтар болса, 1,5 жылдықтар болса, олар 5 мың теңге. Ал енді 8 ай, 7 ай, 6 ай болса, 8 мың мен 10 мыңның айналасында. Әркім енді әрқалай сатады ғой. Линия Россия болса қымбат, Қазақстан болса кішкене арзанға түседі. Енді мен бұл тауықтарды асырап жатқан себебім, бұны мен жұмыртқа бағытында асырап жатырмын. Қалай жұмыртқа бағытында? Көбі ойлайды жұмыртқа бағытында дейтін сөзді жұмыртқаны жеуге сатады деп. Жоқ, ондай мағына емес. Бұлардың жұмыртқасын жеуге сатпаймыз. Бұлардың жұмыртқасын тек қана біздер инкубаторға балапан шығаруға сататын боламыз. Бұлардың бір тауықтың бір жұмыртқасы 400 теңге тұрады. Енді ойлай беріңдер. 7 тауықтан күніне жоқ дегенде 5 жұмыртқа алғанның өзінде 10 күнде 50 жұмыртқа жиналады. 50 жұмыртқаны 400-ге көбейтіңіздер. Қалған соманы енді өздеріңіз шығарып аласыздар. Мінекей, осы Алла амандығын берсе, осындай очкиге заказ беріп қойдық, бұйыртса келеді. Орал қаласынан керек жандар болса хабарласыңыздар. Так, австралиялықты осындай жағдайда асырап жатырмыз. Енді кеттік. Тағы да бар қой бізде. Адлерге барайық. Мұнда бізде адлер, мына жерде шашылып жатыр. Қораны бұзып жатыр. Алла амандығын берсе, жаңадан қора салайын деп жатырмыз. Так, мінекей. Міне 2 адлер мұнда отырып алған. Мыналарым қалып қойды томей. Так, қалғандар міне тұр. Міне, біреу менде жұмыртқаға жатқысы келіп жүр. Кеше айттым, құрқылдап, мана тиктокта да айтқан бір видеода міне құрқылдап жүр деп. Ана тауық құрқылдап басқысы келіп жүрген. Ол жатыр. Мыналар білмеймін қайда жатқын істеп жүргенде. Короче, мына қораны бұзып жатырмын қазір. Полный бұзып жатырмын. Мынаның ішін ертең. Көреміз, тас болса тас, USV болса USV. Өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді комментарий жазып кетіңіздер. Таспен салған жақсы ма қораны, или USV мен салған жақсы ма, соның барлығын комментария қалдырып кетіңіздер. Так, мына порода Адлер породасы. Бұлардың бағалары 5 мыңнан басталады. Жылдарына байланысты. Енді 1 жыл жарымдар болса 4 мың теңге, 5-6 айынан бастап бұлар 5 мың, 6 мың теңгеге сатылады. Бұлардың жұмыртқасын тоже инкубаторға сатамыз. Бұлардың жұмыртқасы 200 теңгеден болады бір жұмыртқасы. Бұл жерде менде қазір 8 тауық бар. 8 тауықтың кем дегенде 6 жұмыртқа алғанның өзіне күніне 10 күнде 60 жұмыртқа болады. 60 жұмыртқаны 200 теңгеге көбейтіңіздер де ар жағындағын өздеріңіз шығарып алып есептей беріңіздер. Енді бір айда қаншама ақша табады, десе жемі бар, несі бар. Қазіргі уақытта жаз уақытында бұларға жемге көп шығын кетпейді. Сол себепті бұлар қазір біздерге пайда алып келетін болады. Ал қыста бұлардың жұмыртқаларын уже инкубаторға сату өте қиын болып кетеді. Сол себепті бұлардың жұмыртқасын 80 теңгеден жеуге сатасыздар. Немесе өздеріңіз балапандарын шығарып, соған мен Алла амандығын берсе, менде мынандай план болып жатыр. Қазір Алла бұйыртса біздер қорамызды қыстыққа, жылыға дайындап жатырмыз. Енді біздер қыста 80 теңгеде жұмыртқа сатқаннан біздерге ешқандай да пайда жоқ. Тек жеміне керек кезде сатпасақ. Бұлайда біздер бұлай істейін деп жатырмыз. Қыс басталғанда бұлардың жұмыртқаларын инкубаторға алмайды. Өзіміз инкубатордан балапан шығарып, әрбір клеткаге бөліп балапандарын, содан кейін барып көктемнің уақытында біздер бұлардың балапандарын сатып, ақшасын 2 есе қылып қайтарамыз деген ойдамыз. Сол себепті қалай тауық бизнес бастау керек, қандай жолдары бар, қалай не істеу керек, соның барлықтарын білгілеріңіз келсе, менің YouTube арнама және TikTok каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде. Енді
бұлардың жұмыртқаларын қалай сатамыз, қалай ақша табамыз дейтіндеріңіз болса, ол өте оңай. Бізде WhatsApp группа бар, соған WhatsAppқа тіркелсеңіздер болады. Сол жерде сұрақтарыңыздың барлығына өзім жауап беретін боламын. Тек қана қолым тиген кезде жауап берем. Бұлайда жұмыс уақытында жүрген кезде мазаламайсыздар. Содан кейін мәселе, енді мен бұларды породаны осы екі породаны алғанда, австралиялық адлерді алғанда, мен ең бірінші домашний тауықтардан бастағам. ТикТокта да, ютубта да ол тоже бар. Бірінші домашний алдым, оны саттым, оның ақшасына балапан алдым, қайтып домашний алдым, оны саттым, адлер алдым, жұмыртқасын саттым, үйттім, короче айтқанда, қымбат породадағы тауықтармен мына породадағы тауықтардың барлығын қазір қораға жинап алдым. Алла амандығын берсе, австралиялықтың тағы да тауықтар келеді, 4-5 тауықтар келеді. Адлердің 4-5 тауықтар келеді. Адлердің тауықтарының басын 15 басқа қыламыз да, 2 атеш қыламыз. Австралиялықтар тоже солай 15 тауық, 3 атеш қыламыз да, и жұмыртқаға смело кіреміз. Қазірдің өзіне уже біздер жұмыртқа жинауды бастап кеттік. Заказ алып тастадық, уже полный бронь жасап тастадық уже жұмыртқаға. Так, мынаған жинап болған, ана кісіге жинаймыз, анаған жинап болған, ана кісіге жинаймыз, солай күн араға бөліп тастадық. Енді видео түсінікті деп ойлаймын. Енді Алла амандығын берсе, осындай жоспарлар болып жатыр. Все, давайте келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.